Ассалаумағалейкум. 31-ші арнаның тікелей эфирінде информ бюро. Студияда мен Мақсат Толықбай. Алдымен бүгіннің бас жаңалықтарына қысқаша тоқталып өтсек. Жемқорлықпен күресудің жаңа түрі үкімет пара алған шенеунік жайлы ақпарат берген адамға жаңа сыйақы бермек. Қарағандыда күшті жарылыстан 4 қабатты үй қирап, бірнеше адам жарақат алды. Қазақ-Қытай шекарасындағы жағдай қайталануы мүмкін бе? Мамандар неге дабыл қағады? Төтенше жағдай Қарағандағы тұрғын үйлердің бірінде газ жарылысы болды. Кесірінен 4 пәтердің қабырғалары құлап, 4 адам ауыр деңгейдегі күйік жарақаттарын алған. Ал құлаған қабырғалардың астында қалып қойған тағы бір тұрғын арқа омыртқасын сындырып, бірнеше дене жарақатымен жансақтау бөліміне түскен. Так громыхнуло, что ой-ой-ой. Я думала, что это гром. Қатты соққы бірінші қабаттағы 4 пәтердің қабырғасын қиратқан. Баспаналар мен үйге кіреберістегі терезелер сынып, ауладағы көліктерді қисайып қалған. Апатты жарылыс таң ата болғандықтан тұрғындар тарс ұйқыда жатқан. Эльмираның пәтері жарылыс болған жерге жақын. Қатты соққыдан соң қожайын баспанасының қабырғалар құлап, жиһазы 2 метрге ұшып кеткен. Мен мүлкім аударылып қалғанда бірақ ояндым. Барлық дүнием шашылып жатыр. Қабырғам құлап қалған. Көршім қатты айғайлап жатты. Сол кезде бары бірдеңе болғанын түсіндім. Құтқарушылар 18 адамды аман алып қалған. Ал газ жарылған пәтердің 4 тұрғыны қатты зардап шеккен. Араларында 8 жастағы бала да бар. Тағы бір көрші әйел қираған қабырғаның үйіндісі астында қалып қойған. Зардап шеккен оның кеудесі мен арқа омыртқасына зақым келген. Ал төтенше жағдай орын алған жерде болған отбасының қалған 4 мүшесінің денелерінің 20-40% күйген. Барлығы қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Екі әйелдің жағдайы ауыр дейді дәрігерлер. Травма весьма тяжелая. У данных 4 науқастың жарақаты тым ауыр. Олар толық ем қабылдағанша ауруханада қалатын болады. Өйткені 4-еуінің де тыныс алу жолдары бітеліп қалған. Алдын ала болжам бойынша жарылыстың шығу себебі газдың ашылып қалуынан болған. Тұрғын үй орталық газ құбырына жалғанғандықтан қатты жарылыстан 2-ші қабаттағы пластикалық қылтима өртеніп кеткен. Алайда жарылыстың неден болғандығы туралы нақты ақпарат жоқ. Өрт сөндірушілер жалынмен 1 сағат бойы алысқан. Если были несущие стены бы. Үйді бөлмелерді бөліп тұрған ағаш қабырғалар сақтап қалған. Ол болмағанда үй бұдан да қатты зардап шегетін еді. Өздеріңіз көргендей пәтерлердің сыртқы есігінде жылып әкеткен. Әзірге жергілікті билік бұл төтенше жағдайдың қалай орнын толтыратындықтарын білмейді. Сондықтан болар өтемақы туралы да тіс жармады. Лимара Салих және Өсерқұл Азамат Жаныспаев, информ бюро, Қарағанды. Ал елімізде сыбайлас жемқорлықпен күрестің жаңа түрі енгізіледі. Енді мемлекет қаржысын жымқырған шенеуніктер туралы ақпар ұсынған адамға арнайы сыйақы берілуі мүмкін. Жоба өз-өзін ақтай ма, әлде мемлекет қызметкерлер арасында бір-біріне деген домалақ арыз көбейіп жібере ме? Оны тілшіміз әңгімелеп берсін. Бұл мәліметті Экспресс-ка газетіне экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігінің ресми өкілі хабарлаған. Маусым айының соңы мен шілде айының басында қаржы полициясы үкіметке коррупциялық қылмыстық құқық бұзушылықты әшкерелеуге белсенді атсалысқан көмек көрсеткен тұлғаларды көтермелеу жобасын ұсынбақшы. Егер мақұлданып жатса, аталмыш жоба қоғамның жеңісі мен жетістігіне айналмақ. Қоғамда әр азаматтың өзі парызы, ондай болатын болса айту керек, ашық айту керек, шақыру керек дегендей. Бұл жерде ешқандай не жоқ. Енді мына фамилия жасырын жазу, жасырын айту, о да мүмкін жөні бар сияқты кей кезде. Кейбір басшылар сондай жасап жатқан адамдар, ондай адамдарды жоқ қылуға тырысады ғой. Елімізде қоғамның дертіне айналған жемқорлықпен күрес жөніндегі бұл жобаны іске асыру механизмі қандай болуы керек? Парақор шенеунікті сыртынан көрсеткен адамға берілетін сыйақы мөлшері қанша? Әрі ақша алуға тырысқан адамдар күн ертең бір-бірін сырттан көрсетіп, домалақ арыздың дәурені жүріп кетпей ме? Белгісіз арызданушының қауіпсіздігіне кім кепіл береді? Осындай ұсақ-түйек нәрселерден толыққанды жемқорлыққа қарсы күрес меніңше ұтымды жүрмейді. Бұл жерде біз бір ондай мәселелерді науқаншылдыққа, осындай жекелеген бір ұсақ ұсыныстарға әкелудің меніңше нәтижесі айтарлықтай көңілден шықпайды. Мұндай қадамға Қырғызстан тарапы да бел байлаған, депутаттардың мақұлдауын күтіп отыр. Тіпті жемқордың түрін түстеп берген адамға мемлекет қалтасынан қымқырылған қаржының 20% ұсынылады. Ал саясаттанушы Расул Жұмалының айтуынша, қырғыздардың қадамы бізге үлгі болмақ емес. Біз өзге де халықаралық тәжірибелерді негізге алып, жан-жақты зерттеу арқылы іске асыруымыз қажет. Мақсат Мәліков, Ернар Құсайынов, Алмас Бестенбеков, информбюро, Алматы.
Үкімет жемқорлықпен қанша жерден күрескенімен араны ашылғандар азаймай тұр. 10.500 доллар Алматы облысында кәсіпкер азамат қаржы полициясы қызметкеріне осынша сома беріп, абақтыдан өзіне орын сатып алды. Ол инспекторға заңсыз кәсібіне кедергі келтірмеуін өтіп, бір емес, бірнеше мәрте пара берген. Өз басына пәлетілеп алған кәсіпкер қамауға алынып, қылмыстық іс қозғалды қазір. Толығырақ Ирина Сәбетжанқызы әңгімелейді. Қамауға алынған кәсіпкер заңсыз ойын бизнесін Алматы облысындағы 3 бірдей аудан орталығында дөңгелетіп келген. Қалталық қожайынның Іле, Еңбекші Қазақ және Қарасай аудандарында орналасқан ойын клубтарынан қаржы полициясы 2 америкалық рулеткасы бар 95 ойын автоматын тәркіледі. 3 мамырда Алматы облысы бойынша экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментімен Қарасай, Еңбекші Қазақ және Іле аудандарында заңсыз ойын автоматтарын ашу және оның үстінен қарап қамқорлық жасау үшін мемлекеттік функцияларды атқаруға уәкілетті адамға, яғни қаржы полиция қызметкеріне 3,5 мың ақш долларды көлемінде пара беру кезінде Азамат Батырбеков ұсталынды. Кәсіпкер қомақты соманың алғашқы бөлігін наурыз айында қаржы полициясы инспекторының қолына ұстатқан. Ол кезде 2.000 ақш долларын санап берген заңсыз кәсіп иесі ай өтпей жатып өзінің заңсыз жұмыс істейтін келесі нүктесін көрсеткен. Сүйінші сұрап, жомарттық ұстап кеткен болса керек, ақшасын аямай 5.000 көк қағазды инспекторға санап беріпті. В целях выявления и пресечения других незаконных игорных заведений применена модель, имитирующая преступное поведение по получению взятки. Қаржы полициясынан соңғы сұраған сүйіншісі сәтсіз аяқталды. Кәсіпкердің өз ақшасына қолына кісен сатып алған азаматтың көлеңкелі кәсібін жабу үшін берген парасының растығы дәлелденсе, 5 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ирина Сәбетжанқызы, Думан Сүлейменов, Информ бюро 31 арна, Алматы облысынан. Әскеріміздің айбаты мен айбын артудың орнына кер кетіп бара жатқанына алаңдаған парламент депутаттары Қазақ-Қытай шекараларын аралап, әскерилермен кездеспекші. Содан кейін Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы туралы жаңа заң қабылдамақшы. Арқанкерген шекара бекетіндегі қаралы оқиғаның ізі суымай жатып, Қазақ-Қытай шекарасында тағы бір кикілжіңнің пайда болуынан кейін халық қалаулылары да ойлана бастаған сияқты. Арқанкергенде 14 шекарашыны сұлатып тастады. Теріс айрықтан 11 шекарашы қашып кетті. Оны айтпағанда әскерге тік барып жұмбақ күйінде көлденең оралып жатқандар қаншама. Әскери прокуратураның мәліметінше былтырғы жылы ғана әскерде 123 сарбаз қайтыс болған. Әскердегі берекетсіздіктің жиілеуін бүгінгі жүйенің жемісінен көретін сарапшылар жаңа реформа жасау керек деп кеңес береді. 2010 жылмен салыстырғанда биыл елімізде сарбаздардың өлімі 1,5 есеге өскен, ал әскери прокуратура былтырғы жылдың өзінде ғана 123 сарбаздың қайтыс болғаны растап отыр. Алайда адам өлтіру фактісі бойынша тек 5-еуінде ғана қылмыстық іс қозғалған, олардың қалған өлімдердің барлығы суицид. Бірақ осы уақытқа дейін редакциямызға арызданып келген бірде-бір ата-ана баласының өз-өзіне қол жұмсағанына сенген емес. Алмай алған ақысымызды кеп менен алмай ма? Мен не үшін өсіріп жеткіздім, оларға өлтіру үшін өсіріп жеткіздім бе? Мен просто доказать етуім керек. Вот военныйлар виновны, пускай накажет етсін оларды. Әсіресе мына көріністер жан түршіктіреді. Үстінің сау жері қалмаған мына сарбаздардың өлімінің себебі де суицид. Сот медициналық сараптамасы өз-өздеріне қол жұмсаған деген қорытынды шығарған. Алайда мамандар әскери прокуратура бөлім басшыларын қорғаштап, қатаң тәртіп орнатпайынша сарбаздардың өлуімен әлімжетті оқиғалар азаймайды деп дабыл қағып отыр. Қашанғы жасырамыз, түбі не болды көрдіңіздер. Ең бірінші әскери тергеу басқармасын жемқорлықтан арылту керек. Соның кесірінен барлығы байқаусыздан болған өлім деп жабылып жатыр. Бұл бір күнде шешілетін мәселе, ол үшін реформа қажет. Қатаң шара қолдану керек, ең бастысы ашықтық қажет. Әлімжеттіліктің тыйылмауы соңында құқық қорғау органдарының өзіне соққы болып дейді. Арқанкерген бекетіндегі жағдай соның дәлелі. 14 сарбаздың өлімін мойын алып кеткен Челақта қызметтестерін қырып салуына олардың шектен тыс қорлық көрсетуі түрткі болғанын айтқан. Теріс айрғы заставасынан қашып кеткен 11 сарбазды офицерлердің азаптауына шыдамағаннан шекараны тастап қаштық деді тергеу кезінде. Осы оқиғалардан кейін ата-аналар да балаларын әскерге жіберуден қорқып отыр. Баласы ұлдары бар аналарға балаларын армияға жібермесе екен деп тілеймін. Шыны керек. Біреудің жалғыз өліп отыр, біреудің кенжесі өліп отыр, біреудің тұңғышы өліп отыр. Не үшін? Мақсат Толықбай, Қайрат Әкімбаев, Информ бюро. Ал Таразда 8 отбасы баспанасыз қалды. Тығырыққа тірелген тұрғындардың талабына тыңдар құлақ табылмай тұр. Төтеннен табылған үй қожайыны 2 күнде көпшілікті тұрақты мекенінен қуып шықпақ. Басым дені көп балалы отбасылар көшеде қалар жайы бар. Мәселенің мән-жайын тілшіміз Мұрадина Рахай тарқатады. Мына жерден шығарып тастайын деп отырсыз, дұрыс па? Біз қазір Данимамет қайда барамыз?
Көптің көжасын көлде еткен баспана, кілті басқада бағасы масқара, сығарға биті үрерге иті жоқ жұрт, 10 жыл тұрған тұрақты мекеннен айырылар жайы бар. Жуырда пайда болған ғимарат қожайыны 2 күн ішінде көшеге уақыт беріпті. Кешкісе күштеп қоныстандырмақ. Куда я пойду? Қайда барам? Ең болмаса осы ескі нысанда қалдырсын. Болмаса қора қопсы тауып берсін. Мына балалармен көшеде қалай қалам? Шерас кер киімге жармаған жұртты қатардың азы мен тозы болуы қажытты. Көбісі көп балалы атана. Тұрғындар санда барда санатта жоқ. Еш жерде тіркеусіз болған соң зейнет ақыдан да, балаларға берілер жәрдемақыдан да құралақан. Қара азықпен ауысу емге табылмайды мұнда. Міне 100 теңгеден жинап, мынандай сүйек алып жейміз. Етті жемегенімізге біз Құдай біледі қанша жыл болғаны өзіміз де білмейміз шыны керек. Тұратын жеріміз осы, бізді шығарайын деп жатыр. Понедельник күні шығыңдар дейді. Біз қайда барамыз, например? Баратын жеріміз жоқ. Мен бір семьяда 7 адам тұрам, например. 7-ін өзім жалғыз өзім асыраймын. Жұрт 10 жыл бұрын елеусіз жатқан ғимаратты баспанаға айналдырған, жеңіл жүрісті болып желіккеннен емес, барар жері басар тауы қалмаған соң, енді міне қаңғыбастардың қатарына қосылмақ. Себеп ғимарат қожайыны басқа нысан салуға құлықты. Просто у меня не было финансирования. Менде бұрын қаржыландыру болмады. Қазір несие алдым. Енді жоспарлаған ісімді жүзеге асырам. Ал тұрғындардың бұл жерде тұруы, баспанасыз қалуы менің шаруам емес. Қарашаға жергілікті биліктен қайыр болмапты. Баспанадан айырылсақ, орталық алаңға күрке тегіп жатамыз дейді жұрт. Нұрайын Рахай, Бақытжан Бапаев, Информбюро, Тараз. Ата-анасынан айырылған қызылордалық 4 ағайынды да алаяқтардың кесірінен баспанасы қалмақ. Өткен жылы көз жұмған анасының үйін кепілге қойдырып, несие алуға көндірген 3 әйел қаражатты алып сол күйі ізім-ғайым жоқ болған. Бүгінде жетім қалған 4 ағайынды арашы өздеріне араша болуын сұрайды. Жәрдемақымен ғана күнелтіп жүрген жеткіншектер бүгін ертең далада қалуы мүмкін. 4 ағайынның 3-еуі де кәмелетке толмаған. Жетім қалған балаларға банктен үйді босатыңдар деген қағаз 3-ші рет келіп отыр. Анасы қайтыс болмас бұрын 3 азаматша үйін уақытша банкке кепілге қойып, несие алуға көндірген. Кейін банктегі қаржыны өзіміз жауып береміз деген құр сөзге сеніп қалған олар алаяқ әйелдердің айтқанын орындап берген. Содан бері 3 әйел ізім-ғайым жоқ болып отырған дейді балалар. Пәтердің ұзаққа созылған кикілжіңінен жүйкесі шаршап, ойымға салынған 4 баланың анасы 2011 жылдың желтоқсанында рак ауруынан көз жұмған. Енді анасынан айырылған балалар алаяқтардың кесірінен жалғыз баспанадан да айырылып қалулары мүмкін. Мамамыз да кетті. Өзіміз 4 бала, біз не істейміз? Банктен үйді қайтара алмаймыз біз. Бізде онда кормиліш жоқ қой енді қазір, данный момент қазір бізде. Көненің көзіне көлеңке түсіп, тарих тапталып жатыр. Алабажақ жарнама еңсесін басқан Алматыда тарихи имараттардың о бастағы кейпі өңін беруде. Қадағалаушы органның күшейтілген тексерісі де тарихты тәлік еткісі келгендерге тоқтам жасай алмай тұр. Өйткені өткенге құрметтен гөрі қалтасының қамын күйттегендер әкімшілік жауапкершіліктен ғана құтылуда. Тұтылғандар әзірше жоқ. Ал күні кеше құрамында біздің ел бар. 15 бірдей мемлекетті аш салақанды жұмса жұдырғында ұстаған Ресей елі ескерткіштерін ерекше құрметтады екен. Тарихын тәрк кетуден ада қос елдің тарихи құндылықтарына жасайтын құрметін тілшіміз таразылап көрді. Іргетасын 19 ғасырдың басында көтерген бұл ғимараттың тарихы әрменде жатыр. Яғни қабырғасы Николай I патшаның дәуірінде қаланған. Бірақ о баста көне ғимарат мұражай болып ашылыпты. Тек келесі ғасырдың басында ғана, яғни 1924 жылы Ленин атындағы Ресей кітапхана сатылады. Бертінде күн көсемнің аты түсіп қалып, КСРО кейіннен бүкіл ресейлік кітапхана атауына ауыстырылған. Бірақ аты алмастырылғанымен ғимараттың сыртқы сұлбасына сызат түспепті. О бастағы бет бейнесі де бүлінбеген, бүлдірмейін демеген ел билігі тек тарихи ғимаратқа тиісуге болмайтындығын тайға таңба басқандай талапты заңмен бекітіп қойған. Кезінде құрамында біздің ел бар. 15 бірдей мемлекетті ашса алақанда, жұмса жұдырығында ұстаған алып мемлекеттің тарихын құрметтеуге деген тәртібі әлі күнге темірдей. Көнесінің көзіне көлеңке түсірмеген. Мына секілді тарихи ғимараттары біздегідей алабажақ жарнамадан адам. Әлі күнге бәз-баяғы қалпын сақтап қалған. Тіпті ескіре бастаған ғимараттың сыртын жөндеу жұмыстарында да көне кейпіне кесірі тимеуі қатаң ескертіледі екен. Тіпті бір шегесін қия қақпау талап ететін көрінеді құрылысшы топтан. Ал бұл қала біздің шаһар Алматы. Сырттан келетін көп қонақты қуана қабылдайтын еліміздің оңтүстік астанасы бұл. Соны тарихы сонау жылдардан бастау алған Алматыда тарихы маңызды құнды құрылыс нысаны көп, бірақ құнтайтын қалалық аз. Болмаса кәсібі дөңгелегендердің жарқыраған жарнамасын маңдайына жабыстырып қойғаны көп. Мәселен, мәдениет жылы деп жарияланған қаладағы мәдени тарихи нысанның бірі мынау.
ғимараттың жоғарғы тұсында көрнекі ақпарат орналасқан. Ол көрнекі ақпарат әрине заңсыз болып саналады. Жарнама туралы заңға сәйкес. Құзырлы орган тарихи құндылығымызды құрметтемейтіндерге тексерісті күшейтті. Бірақ қалтасының қамын ойлайтындарға тарихтың құны көк тиын. Тіпті мәдени мұрамызға жауапты комиссияның төрағасы да көнеміздің көзіне көлеңке түсіріп, тарихты таптайтындарды талқандауға қауқарсыз отыр. Сотқа ғана сенім артып. Бізде бүгін келіп дұрыс емессің, сен бұлай салмадың, бұлай бұзып тастау керек деген ол заңсыз. Ол заңсыз түрде салынса да, білесіз ғой, оны бұзу үшін соттың шешімі болу керек. Онсыз да Алматы қаласындағы 181 тарихи мәдени ескерткіштің биыл үкімет қаулысымен 35-і тізімнен шығарылды. Қалғанынан да қайыр шамалы, басым бөлігі жекеменшіктің қолына әлде қашан өтіп кетіпті. Ал Мәскеуге қарасаң, мен мұндалап тұрған тарихи көне ғимараты көп, қызғана қайттық. Ирина Саветчан, Ренат Абулқайыров, Информбюро 31-ші арна, Алматы, Мәскеу, Алматы. Алда көретіндеріңіз. Австралияда суға кеткен кеменің 100 жолаушысы әлі табылмай жатыр. Рональдо Португалияны жартылай финалға шығарды, ал Еуропа чемпионатының ең тартыс ойындары бүгін басталады. Бізбен бірге болыңыздар. Хабарымызды жалғастырамыз. Австралияда 200 заңсыз мигрант келген алып кеме аударылып, оқыс оқиға орын алды. Теңізшілер 110 адамды құтқарғанымен 90-ны әлі күнге дейін табылмай жатыр. Тағы 3 азаматтың мәйіті судан шығарылды. Апатты оқиға Үнді мұхитында болған. Кемеде Шри-Ланканың 200-ге тарта заңсыз мигранты келе жатқан. Су бетінде аударылып қалған су көлігін бірінші болып байқаған австралиялық ұшқыштар оқыс оқиғаны бірден тиісті органдарға хабарлаған. Нәтижесінде 100 адам құтқарылды, тағы 3 азаматтың мәйіттері табылған. Бұған қоса кемеде болған 90 адамның тағдыры әлі белгісіз. Оларды іздеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Өткен жылдың желтоқсанында Индонезия аралында кеме батып, 200 адам қайтыс болған еді. 5-20 жыл тарихы бар ақшқа Қазақстан азаматтар оқу, көшу немесе жұмыс істеу үшін кетеді. Айда қазақ елінен Атлант және Тынық мұхиттарынан кесіп өтіп жатқан отандастарымыздың арасында турист ретінде баратындар саны некен саяқ. Жылына 60 миллионнан астам турист қабылдайтын ақш Қазақстан туристерін тек теледидар арқылы көрмей, қонақ болуын сұрайды. Әйгілі Лас-Вегаста әлем брендтеріне толы алып сауда орындары мен 5 пен 7 жұлдызды қонақ үйлер көздің жауын алып жарқырап тұрады. Күнне миллиардтаған доллар айналатын бұл қалаға құмар ойынның құлы болғандардың қатары көп. Дегенмен сол қалада туып өсіп, казиноларда нәпақасын тауып жүргендер құмар ойындарына әуес еместігін айтады. Өзім Лас-Вегаста туып өссем де құмар ойындарды ойнап көрген емеспін. Көбісі Лас-Вегас дегенде тек жарқыраған казиноларды, бар ақшасынан ұтылып қалғандарды елестетеді. Алайда келгендердің барлығы ойнау үшін емес, казиноларда өтетін шоу бағдарламаларды, атақты қалталы азаматтардың ойынын көруге келеді. Ал Флорида штатында орналасқан Майами дүние жүздің табысты және атақты адамдардың дәстүрлі демалыс орны болып есептеледі. Керемет түнгі өмір, күнге қыздырыну, көз аларлық дүкендер, мыңдаған пальмалар және керемет аспанмен тілдескен зәулім ғимараттар кез келген талап пен талғамды қанағаттандырады. Сонымен қатар папарацциден шаршаған Голливуд жұлдыздары дәл осы Майамиде емін-еркін өмір сүреді. Оған себеп журналистердің аздығы. Американың атақты басқа да жұлдыздары Майамиде қоныстанған. Себебі үйреншікті Лос-Анджелес, Нью-Йорк сияқты қалалардағыдай олардың мұнда ешбір папарацци мазаларын алмайды. Сол себепті бұл тыныштықты аңсаған нағыз жұлдыздардың мекені. Ал ақштың президенті Барак Хусейн Обаманың туған жері Гавайи аралын ерекше атап өтпеске болмайды. Гавайи аралдары өзінің тау сілемдері арқылы кофе өсіретін ақштағы жалғыз штат арқылы белгілі. Алоха деп жылы жүздермен қарсылатын аралдықтар туристерге деген ынтасы ерекше. Тіпті мұнда отандастарымызды да кездестіруге болады. Мен Гавайи мәдениет үйінде жұмыс істеп жүрген Макс атты қазақстандық жігітті танимын. Басқа да қазақстандықтар бар деп естігенмін. Әзірге олармен танысып үлгермедім. Осылайша дүниенің түпкір-түпкірінен шақырылған бақ өкілдері арқасында Американың туризмі жаңа қырынан ашылып, бір сатыға жоғарылады десек жаңыз кетпейміз. Жания Өсерқол, Қайрат Әкімбаев, Информбюро. Танымал тележурналист Бейбіт Құсанбек атындағы 5-ші республикалық байқау аяқталды. Жас тілшілердің үздік жұмысын саралайтын сыннан сүрінбей өткендердің де есімдері белгілі болды. Дегенмен марапаттау рәсіміне кезек берілместен бұрын жиналғандар биыл тірі болса, елуден еңсеретін Бейбіт Құсанбекті еске алды. Әкем өзі кетсе де, артына өшпестей азғантай ғана жасындай ғұмырында мол мұра қалдырды.
бұл көп адамның қолынан келе бермейтін, көп адамның маңдайына бақыт болып жазылмаған, көп адамға бұйырмаған үлкен бір келелі істерді аз ғұмырында атқарып кетті десек артық емес. Тақырыбы өзекті, тілі, сюжеті, құрылымы шебер құралған материалдар Алматы мен Астана, сондай-ақ аймақ телеарналарынан түскен. Жиыны 30-ға жуық еңбек қарастырылыпты. Қазақ журналистикасына елеулі еңбек еткен айтулы тұлғаның атындағы ынталандыру сыйлығына 5 тілші лайықты деп танылды. Ал байқау қорытындысы бойынша жүлделі 3-ші орынды Ғабит Бөкенбай, 2-ші орын Атыраулық тілші Ернұр Есмұратоваға бұйырса, 1-ші орынды Жетісу телеарнасының тілшісі Неля Рушанова иеленді. Поштамен жібердім, ешқандай қиындығы жоқ. Мен де ойлағым жоқпын, бұндай тек қана жібере салып, осындай жеңіске жетіп, осындай жүлдеге ілінем деген. Сондықтан өте қуаныштымын осындай жарыс ұйымдастырып, елеп екшегендеріне. Польша мен Украина мемлекеттерінде өтіп жатқан футболдан Европа біріншілігінде турнирдің жүлдесіне іліккендердің алғашқысы бой көрсетті. Өткен түні Португалия Чехия құрамасын ұтып жартылай финалға қадам басты. Енді Рональдо бастаған жігіттер ақтық ойынға жолдама ала алмаса да, қола жүлдегер деген атақтылардан ешкім тартып ала алмайды. Сонымен көптен күткен плей-офф бәсекелері де басталып кетті. Чехия мен Португалия матчы бұл кезеңнің шымылдығын ашты. Португалдардың ширек финалдағы орны заңды болса, чехтардың бұл кезеңге өтуіне көпшілік таңғалған болатын. Әйтсе де билік командасы матчтан матчқа түрленеді дегендер де көп болды. Сол сәуегейлердің болжамдарына кеше жауап шықты. Жартылай финал жолдамасынан қос тарапты дәмелет. Батыс еуропалықтар тағы сол сәттілікке сенсе, барша Португалия Криштиану Роналдоның оң аяғына табынды. Ойын тең басталды. Алғашқы минуттардан жанкүйерлер алма-кезек шабуылдарды көрді. Және кездесу тартысты өтеді деп болжап та үлгерді. Әйтсе де алғашқы 20 минуттан кейін алаңда шабуылдаушы бір ғана команда қалды. Чехтар ойыны уақыт өткен сайын баяуласа, Паулу Бенту бастаған португалдар бар қаһарына мінді. Үсті-үстіне шабуылдаған олар Петр Чех қақпасын қауіп аймағына айналдырған еді. Алайда әйгілі қақпашы шеберлігін ортаға салып, бірінші таймда допты өз иелігіне өткізбеді. Ал екінші таймда Чехта сиқырынан айырылды. Нәтижесінде Криштиану Роналдо матчтағы жеңісті допты соғып, командасын жартылай финалға алып шықты. Португалия құрамасы енді өз қарсыласын күтетін болады. Олар Испания, Франция жұбының жеңімпазымен жолғады. Бұл ойын ертең ойналмақ. Ал бүгін түнде Германия мен Грекия матч өтеді. Топты кезеңде сүреңсіздікті жолдас еткен Эллада ұландары қисынсыз футболдармен ақ ширек финалға шыққан болатын. Олардың ендігі қарсыластары ойыны шикі Польша, болмаса мінессіз Ресей құрамасы емес, азуын айға білеген Германия. Сондықтан бүгін түнде олардың масқара жеңіліс, болмаса таңғажайып жеңіс қана күтіп тұр. Гректер ұстанған ойынға әлемдік жанкүйерлер антифутбол деп айдар тақты. Енді сол антифутболдың сынаққа түсер сәті осы. Олардың сапында капитан Георгиос Карагунистің болмайтындығын да айта кету керек. Бундестимге қатысты бұлай деп айта алмаймыз. Йоахим Лёв баптайтын неміс машинасы топты кезеңді жоғары сарында жүріп өтті. Үш қарсыласында тізе бүктірді, 100% көрсеткішке ие. Ендігі қалғаны гректерді тобықтан шалу. Әйтсе де Германия құрамасы шешу сәттерде селт етері бар. Соңғы жылдары ірі турнирлерде солай болып жүр. Бұл ретте қалай болмақ? Лёв қол астындағы жігіттерді психологиялық тұрғыдан дайындай алды ма? Ich sage mal, wenn wir im letzten Drittel Командамның көңіл күйі өте жақсы. Жарақат алғандар жоқ, алдағы ойынды тағатсыздана тосып жатырмыз. Гректер қорғанысты ойын көрсететін команда, сондықтан шабуылда бізге қиын болғалы тұр. Қарсыласымызды сыйлаймыз, әйтсе де біз жеңіске жететіндігімізге сенімдімін. Сонымен ширек финалдың екінші күні Германия-Грекия матчы. Кім жеңеді деген сұрақ қойылғанда бірден немістер ауызға ілігеді. 2004 жылы да солай болған, бірақ ол кезде фавориттер гректер алдында тізе бүккен еді. Сондықтан сенсация орын алып жатса таңғалудың жөні жоқ. Ержан Кошкынбаев, Азамат Жанаспаев, Информбюро. Сізге әрдайым тек қана жақсы хабар жеткізілсін. Samsung Galaxy жақсы кеш, жақсы оқиғалар тілейді. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар лек осындай, 31-ші арна қосылып болсын. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.